Мектеп туралы ең үздік дорама. Мінекей қыркүйек келді, барлығы оқушылар мектепке барып бастады, студенттер оқуға қабылданып бастады, оқуларын бастап кетті. Барлық оқушыларды да, студенттерді де осы бір оқу жылымен шын жүректен құттықтаймын. Сабақтарыңызды күшті оқыңыздар. Мектеп туралы дорама деген кезде маған мына бір дорама еске түсер еді. Негізі мектеп туралы бізде көптеген дорамалар бар, иә. Ол школа 2013, 2017 маған өте ұнаған дорамалардың бірі. 2013-те мысалы Ким О Бин, одан кейін Ли Чун Сок сияқты актерлер ойнады. Ал 2017-де деловое предложениедегі актриса ойнады. Сол дорамадан кейін жұлдыз болып оянды. Бірақ маған өте қатты ұнайтыны ол Кто ты, школа 2015. Бұл дорама өте қызық, маған өте қатты ұнайды. Дәл осы 2015 жылы шыққан түрі уже келесі жылы бұл дорамаға 10 жыл болмақ. Қазақша бір дыбыстамамен шыққан сияқты қателеспесем, бірақ ең алғаш шықпастаған кезде мен субтитрмен аударған едім. Сен кімсің, мектеп 2015 деп. Оны фанзап тобынан көрсеңіздер болады. Дораманы көрдіңіздер ме? Естеріңізде бар ма бұл дорама? Оны төменге жаза кетіңіздер. Дораманы көрген жандар болса, ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер.